Я уже говорил, что такое безумие, а? Кто-то выступить желает? У кого-то еще есть предложение? Вон руку поднял. Петропавловск руку поднял. Там чужих нету? Нету? Все. Я просто спрашивал разрешение. Значит, у меня тоже есть предложение. Я предлагаю провести съезд о создании коллегии сразу же, как только вступят в силу эти поправки. Буквально на другой день, потому что здесь действует правило первого. Это закон психологии. Кто первый, тот и легитимен. Все остальные будут восприниматься как раскольники. Хорошее предложение, правильно. Ну, я по этому предложению хотел немножко добавить. Опять же, пользуясь тем, что опытом работы в Минюсте, я помню, как это создавались республиканские палаты и как нотариусов, судебных исполнителей. Это уполномоченный орган это организовал. Вот это поворот! И, в принципе, там были всякие эксцессы. Но тогда еще ответ-секретарь, нынешний министр, он жестко это пресек, жестко провел. И, в принципе, я так думаю, господа Тагазиева, наверное, доведется, надо, чтобы, опять же, под его руководством все это проведено. Он очень четко, последний раз, когда там проводили съезды, там хотели провести кто-то раскольники в одном здании, кто-то в другом месте, он просто сделал жестко, вот именно в здании Министерства юстиции, все приехали, проголосовали, а те, кто там в стороне был, кто там раскольники, они остались в стороне. И с ними потом действительно многие из них горько жалели о том, что они выступали против. Поэтому здесь я все-таки действительно думаю, надо, чтобы нам уполномоченный орган в этом плане организационную работу провел. Как где-то Минюст пропал у нас. Извините, пожалуйста, уважаемые коллеги, я хотела сказать, что у нас сейчас, видимо, из присутствующих ссылку направляют другим консультантам и адвокатам, и подключаются лица, которых, в принципе, мы не приглашали на данную конференцию. Я предлагаю на эту встречу, в принципе, наверное, и так всем все понятно. Единственное, хочу сказать, да, быть активными, и самое главное, не молчать. Спасибо огромное за участие. Бекетаев Марат Бақытжанов. Мадина, қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Қазір сіз өзіңіз айтып кетіп отырсыз ғой, Европа мемлекетімен, Англиямен салыстырып отырсыз, адвокаттар мен судьялардың жұмыстарын. Біздің Қазақстанда жемқорлық жойылмай, біз Европа мемлекетімен өзімізді осы күнге дейін салыстыру ол мүмкіншілік жоқ деп ойлаймын. Жемқорлық қашан бізде жойылады, сол кезде ғана біз Европамен салыстырмалы түрде жұмыс істеуіміз мүмкін. Сұрағыңыз, Мадина. Иә, сұраққа келетін болсам, бүгінгі күнге сот сараптама қызметі реформа құрылса да, сот сарапшыларының қызметкерлері мен мемлекеттік сот сараптама қызметкерлерінің атқарып жатқан қызметкерлерінің жұмыстары біраз кемшіліктер туындап жатқанын байқаудамыз. Мемлекеттік сот сарапшылардың қызметкерлеріне жүгінсек, қызметкерлердің жетіспеушіліктеріне тағы да басқа проблемалардан 2 айдан астам сараптаманы күту керектігі. Ал жеке сот сарапшылардың қызметкерлеріне жүгінсең, әр жеке сот сарапшыларының қорытындысын сот алдында 2 түрлі сараптама беріліп жатқанында көріп кеттік. Ақшаң болса болды, жеке сот сараптама қорытындыларын сұраған сомасына қарай сатып алынып жатқанда ескере кетейік. Сұраққа келетін болсақ, нәтижесі жоқ жеке сот сараптама қызметін кімнің пайдасына құрған? Сұрақ түсінікті емес, қысқаша тағы да қоюға бола ма? Нақтылап. Реформаны құрдық, жаңағы сот сарапшыларының қызметкерлеріне реформаны бүгінгі күнге құрып отырмыз дедің. Сапасын жоғарылатамыз деп отырсыз, осы реформа арқылы. Біз бүгінгі күнге өзім журналистік зерттеуімді жүргізе отырып, осы сот сараптамаларымен өзім көре отырып, соттардың алдында соттың сараптамаларының, жеке сот сараптамаларының 2 түрлі болып келіп жатқанына қандай сіздер сапалы реформа жұмыстарын құрдық деп отырсыздар? Бұл кімнің пайдасына құрылған реформа, соны айтыңызшы. Түсінікті болды ма?
барлық реформалар олар қарапайым адамдар үшін біз оларды жасаймыз. Өйткені сот сараптаманың негізгі мақсаты ол шындық ашу. Ол жалпы алғанда ол сотқа көмек. Және кез келген адвокат, тергеуші емес адвокат, баламалы сот сараптаманы алу құқылы болу үшін біз осы реформаларды жүргізіп жатырмыз. Рахмет. Жақсы, онда екінші сұрағыма көшейін әне. Facebook желісінде Әділет министрлігінің қызметкерлері кейбір жеке палаталардың заң өкілдерімен Zoom арқылы құпия кездесуді өткізген. Мен оның өзіме куәмін. Менде ол видео материал бар. Жиналыс отырысында жеке палаталардың заңгерлеріне Әділет министрлігінің көмегі керек екендігі туралы, сонымен қатар республикалық палата ашылуы туралы айтылып кеткен. Бүгінгі күнге жеке 87 заң палатасының бар екендігі, оның ішінде тіркелген 9000 заң мамандары. Жеке палаталардың заң мамандарына түскен қаражаттан республикалық жеке палатаға бір МРП қаражат ай сайын құю туралы айтылып, одан басқа ұлттық ақпараттық технологиялық акционерлік қоғамға ай сайын жеке палаталардың заңгерлері 3600 теңге құю керектігі, яғни жылына 388 миллион теңге түсетіні байқалған. Бұл жаңағы заң қызметкерлері жеке палаталарының 388 миллион теңге түсетін байқалған. Бұдан бөлек жаңа айтылып кеткенде адвокаттар да құю керек 400 миллион. Сол кезде жылына жаңағы ник деп отырсыздар ғой, 1 миллиард ақша, одан да көп болуы мүмкін. Заңгерлер одағының мүшесі, бұрын шенеулі судья, прокурор, Ақмола облысы әділет департаментінің басшысы болған Ақжанов Абдықарым Аренович мырза Zoom-да мақтана сөйлей нотариустармен жеке сот орындаушыларына да төлетіп отырмыз деп айтып кеткен. Жеке заң палатасының қызметкерлерінің сұрағына жеке республикалық заң палатасына жылына түсетін 315 миллион теңге қаражаттар тек жеке республикалық заң палатасының жақсы жұмысын атқарған басшыларына айлық ретінде төленеді деп те айтылып кеткен. Сұраққа келетін болсақ, неге жеке республикалық заң палатасына түсетін 315 миллион теңге сол жердің басшыларына миллиондап айлық төлеп, жеке республикалық заң палатасын, жеке заң палатасында тұрған заңгерлер арқылы асырау қажет. Жеке республикалық заң палатасын құрып сенатта ұсынып жатқан бұрынғы шенеулік болған азаматтарымыз 42.500 теңгеге неге өмір сүрмейді екен? Неге жеке заң палатасының заңгерлері қолдарын жайып мәжбүрлеп сол бір МРП-ны төлетпексіздер? Сонымен қатар ұлттық ақпараттар ұсынып отырған пайдалануға келмейтін программаға 388 миллион теңге төлеу қажет. Ол түсетін қаражаттар қайда кетпекші? Бүгінгі күнге төленіп, осы айтылып кеткен бірнеше сұрақтарыма толықтай жауап беріп кетсеңіз. Мадина, сұрағыңыз маған түсінікті болды, журналистер қауымына ретінде. Толығыменен осыны жазбаша түрде бізге жіберсеңіз, біз Әділет министрлігінің баспасөз қызметіне жолдаймыз. Қазір Марат Бақытжанұлы дайын ба, дайын емес екенін айту екіталай, дегенмен де жазбаша түрде сіздің сұрағыңызға жауап берілетін болады. Өйткені бұл сондай сұрақ, соны талап етеді. Келісесіз бе? Айтын сұрағым, заңгер одағының мүшесі жаңа Ақжанов мырза айтып кеткен нотариустар мен жеке сот орындаушылары миллиондап түсіріп отыр деп мақтанып айтып кетті ғой. Енді осы түсіп жатқан қаражаттарды, шығындарын қандай ашық дерек көздерден біз көре аламыз? Журналистер болсын, басқа азаматтар болсын. Бұндай тетік бар. Мысалы, жеке сот орындаушылардың палатасы барлық бухгалтерлерді қысқартып, бір ғана контракт PricewaterhouseCoopers аудиторлық ұйымымен контракт жасады. Нәтижесінде барлық төлемдер, палатасына төлемдер және палата істеген төлемдерді ашық түрде ай сайын веб-сайтына жариялайды. Сол себептен барлық сот орындаушылар осы есептерге сеніп ай сайын төлемдерді төлейді
және ешқандай күмән жоқ. Және палата өзінің жұмысының ашықтылығын көрсетті. Қазір айтып отырмын ғой, Бекетаев мырза, заңгерлер қауымдастығынан Facebook желісінде өтінішін білдірген сіздің әділет министрінен кетуіңізді. Сіз келгелі бері заңсыз лицензиясынан айырылған заң мамандарының көбеюі, сонымен қатар адвокаттар, нотариустар тағы да басқа заң өкілдерінің тәуелсіздігін жоюдасыз деп айтып кеткен. Осыған орай министрлік жылы орныңызды тастап кете аласыз ба? Бұл сұраққа жауап берілді ең басында, Мадина. Сіздің әріптесіңіз, біздің әріптесіміз Серікжан Мәулетбай және де Бағдат Асылбек екі қайтара қойылған болатын, және де Марат Бақытжанұлы жауап берді. Басқа сұрағыңыз жоқ па? Соңғы қысқаша сұрағымды айтып кетейін. Адвокат өкілдерінен Айман Мұратқызы Facebook желісінде адвокаттардың өтініштері бойынша қолданысқа келмейтін мәжбүрлі түрде, яғни заң қабылданса, барлық адвокаттары болсын, заң мамандары болсын, мәжбүрлі түрде қаражаттар ұлттық ақпарат технологияларына төленетіні белгілі болып отыр деп айтылып кетті. Бұны орысша, жаңағы менің әріптесім қойған, енді осыған қазақша жауап берсін. Адвокаттық құпияның ашылуы, адвокаттар өкілдері мемлекетке тәуелді болатынын көре отырып, біраз проблемаларды көтере кеткен. Кейбір адвокаттар шенеуніктердің заң бұзушылықтарын көріп, шенеуніктерге қарсы шыққан адвокат болсын, нотариус болсын, лицензиясынан айырылып жатқанын да байқап отырмыз. Мемлекетімізде жеке заң мамандары өкілдерін мемлекетке тәуелді еткеннен қандай пайда бар деп ойлайсыз? Кімнің мүддесіне шешіліп жатқан бұл заң? Марат Бақытжанұлы. Бұдан басқа сұрағым жоқ. Микрофоныңыз тұр. Сіз 5 сұрақтай қойдыңыз ғой. Бір қысқа нұсқа сұрақ қойсаңыз, мен жауап беремін. Қысқа нұсқа сұрағым, енді осы реформаларды адвокаттарға қаражаттардың бәрін миллиондап қазір жинайын деп отырсыздар ғой. Бұл сіздің республикалық палатаңыз, бұл жеке республикалық палата. Бұл реформа, ол адвокаттар үшін ғана емес, юрист-консультанттар ғана емес. Бұл реформа қарапайым адамдар үшін істеліп жатыр. Өйткені адвокаттардың, юрист-консультанттардың жұмысы сапалы болу керек. Және осы жұмыс стандарттарға сай болу үшін тиісті тетіктерді енгізу керек. Оған әрине қаражат керек. Ол өзімен ешкім істей алмайды. Ол үшін республикалық алқасына 3 адам емес, 20-дай адам алу керек. Оларға әрине олардың жалақасын төлеу үшін қаражат керек. Цифровизациялау жасау үшін әрине ақша керек. Сол себептен бұл реформа жасалып жатыр. Где мы все обязаны, юридические консультанты, будем платить в АОНИТ, то выходит следующая ситуация. На одного человека сколько вы будете платить? Ну, например. Например, в АОНИТ мы должны платить ежемесячно 3600 тенге. У нас в Казахстане примерная численность юридических консультантов 9000. То есть 3600 помножаем на 9000 юридических консультантов. Получается денежная сумма месячная 32 миллиона 400 тысяч. А поскольку это надо платить каждый месяц, то на протяжении года общая сумма поступаемых денег в АОНИТ будет составлять 388 миллионов. Это только за один платеж. Кроме АОНИТ, вы должны еще 1%. 1 МРП в Республиканскую коллегию юридических консультантов. Там выходит 1 МРП. На сегодняшний день это 2 917 было, да? Сейчас сколько? Я точно не помню. Ну, даже если прошлогодний взять МРП 2 917, помножим на 9000 и помножить на 12 месяцев, 315 миллионов. Жоқ, республикалық заң палатасын ұсынып отырған қай мемлекеттік орган? Сол әділет министрлігінің ұсынысы болып тұр ма қазір депутаттарға осы заңды қабылдауға? Әділет министрлігінің ұсынысы, бірнеше заңгерлер, жаңағы сенат депутаттары, мәжіліс депутаттары, яғни бұл жерде тек қана жалғыз мемлекеттік органды алуға болмайды. Бұл жерде бірнеше бұл іске маңызды негіз болып құрудың көздеп отырған бірнеше
бірнеше жаңағыдай Кәсіпкерлер ме әлде? кәсіби жаңағы пайда табу мақсатында бұл істі ары қарай жалғастыру үшін осындай республикалық палатаны құрып отыр. Яғни бұл жерде мемлекеттік органдарда да тікелей қатысы бар, сонымен қатар жеке мүдделі адамдарда тікелей қатысы бар, мәжіліс, сенат депутаттарында бұл жерде менің ойымша тікелей